Қайрат Рысқұлбеков Ноғайбайұлы 1966 жылы 10 наурызда Жамбыл облысы Майамқұл ауданы қарасты Бірлік ауылында дүниеге келген. Бала кезінен күреспен айналысқан. Футбол Мұхажанов 1964 жылы Алматы облысы Панфилов ауданы Еңбекші ауылында дүниеге келген. Желтоқсан көтерілісінің құрбаны. Қазақстан тәуелсіздік алған соң ғана Сұңқартар жөніндегі шындық айтыла бастады. Асанова Ләззат Алтынайқызы. Асанова Ләззат Алтынайқызы 1940 жылы дүниеге келіп, Алматы облысы Панфилов ауданында Ақжазық ауылына дүниеге келді. Ол П. Чайковский музыкальный училищесінде оқыды. Ол азаттық көтеріліске белсене қатысты. Қазақтар тәуелсіздігін алған кезде ғана азат бола аламыз деген ұранмен шықты. Мұхамеджанова Сабира Есімханқызы 1970 жылы 1 қаңтарда Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданында Ақмектеп ауылына дүниеге келген. Ол ұлтшылдардың басын қосушы және кеңес одағына қарсы шығушы деп танылған жас Сабира Осы желтоқсан оқиғасына байланысты Абдрахман Асылбеков желтоқсан желі әлінің сөзін жазған ақын. Құрметті оқушылар, бүгінгі 16 желтоқсанға арналған сынып сағатымыз аяқталды. Көк байрағымыз желбіреп, абыройлы да айбынды, берекелі де беделді, ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі баянды болсын.